Әлемдік автокөлік тарихында көліктер жалпы сапасына, бағасына және сенімділігіне қарай топ-топқа бөлінеді. Кейбір машиналар бар, оны айдайсың, бір жыл аласың, 2 жыл айдайсың, одан кейін ол бұзылып бастайды. Оны әрбір жылы, әрбір айда миыңды ашытып, сол көлікті жөндеумен сарсалаңға түсесің. Тағы да бір көліктердің түрлері бар, оны айтсақ болады, немістерді айтуға болады. Мысалы, Audi болсын, Mercedes болсын, жалпы немістердің көліктерін шамамен жаңадан алғаннан кейін бір 10 шақты жыл қарамай айдауға болады. Одан кейін бар болды, өзінің мінезін көрсете бастайды. Оны да сен қайта-қайта жөндей бастайсың. Ол да сенің былай айтқанда нервтік жүйеңе тие бастайды. Ал тағы бір көліктер бар, олар япондықтар. Япондықтар өздеріңіз білетіндей, әрбір істерін, әрбір жасаған жұмыстарын сапалы әрі сенімді етіп жасауға тырысады. Япондықтардың жасаған жұмыстарының кейбіреулері 10 жыл өтсе де, 20 жыл өтсе де, 30 жыл өтсе де, әлі күнге дейін қолданысқа ие. Міне бүгін достар, япондықтардың бір керемет туындысы Lexus RX 330-ды тамашалаймыз. Ендеше қаламаймын ешкімді, таңдаймын өзіңді, сағындым тәтті күлкіңді, онымен қоса тәтті сөзіңді. Қаламаймын ешкімді, таңдаймын өзіңді, сағындым тәтті күлкіңді, онымен қоса тәтті сөзіңді. Егер сізде 5-6 миллион теңге ақшаңыз болып, бірақ сонымен қатар төмен машинаны, седан, кабриолет машинаны ұнатпай, кроссоверді, комфортты, сонымен қатар понтты ұнататын болсаңыз, мүмкін ол сізге RX 330 келетін шығар. Ол лайық па, лайық емес па? Қазір тамашалаймыз. Жапондықтар ең басында RX 300 көлігін 98-99 жылы шығара бастады. Одан кейін нарықта ең керемет сұраныс болғаннан кейін 2003 жылы жапондықтар RX 330 көлігін шығара бастады. Шын айтайын ба достар, осыдан 2 жыл бұрын осы Lexustар 10-11 мың доллар тұратын. Ары кетсе 12 мың доллар. Кейіннен Россиямен шекаралас бар, таможня бар, салық бар, барлығы көбейгеннен кейін, және де осы машинаға сұраныс артқаннан кейін қазір нарықта бағасы 15-16 мың доллар. 5 миллионға тапсаңыз, болмаса 5,5-6 миллионға дейін бағасы ушығып тұр. Неге бұл машинаның бағасы соншама жоғары деп ойлайсыздар ғой? Осындай состояниядағы, осындай жағдайдағы RX 330-ды қазіргі таңда колесоға қарасаңыз, және де қара түсті RX 330-ды қазір табу өте қиыны. Әрине сіз комфортты машина қалап, осындай кожаный салонда өзіңіз емін-еркін, балқып-шалқып, кең кроссоверде отырып, соның қызығын көрем десеңіздер, қалтаңыздан кем дегенде 5-5,5 миллион теңгені шығарып беруге дайын болыңыз. RX 330 алған кезде бір керемет динамика, бір атылатын оқ сияқты бір машинаны алғандай деп ойлайды. Ондай машинадағы категорияға жатпайды, себебі бұл басқа машина. Бұл машина өзін-өзі сыйлайтын, өзін-өзін жақсы көретін адамдардың қатарында, өзіне комфортты жақсы көретін типтегі машиналардың қатарына жатады. Жалпы байқасаңыздар, япондықтар қатты алдыға асықпайды. Кузовы өте табысты және көзге тартымды бір кузовтардың қатарына жатады. Сол себепті япондықтар 2003 жылдан бастап 2009 жылға дейін осы кузовты қайталап шығарып отыра берген. Кішкене енді жыл сайын кішкене бамперлерін, қанаттарын, кішкене трансмиссияларын жаңартып, жақсартып отырғанымен, бірақ сол кузовтағы автокөлікті жыл сайын жаңартып отырған. 2009-дан бастап 3-ші буыны жарық көрді нарыққа. RX 330 көлігі өте комфортты көліктер қатарына жатады. Бұл жалпы 2003 жылы шығарылған кезде Америкадағы топ 1-ші сатылымдағы көліктердің қатарына жатқан. Сонымен қатар достар, біздің Camry 70-ке барар жол проекті жалғасады. Бұйырса келесі аптадан бастап Corolla'ны сатуға дайындап шығарам. Ал сіздерге пайдалы болсын, қызықты болсын деген ниетте әр апта сайын мен өзіме ұнаған, өзіме қызықты машиналарға автошоу жасаймын, сіздерге тамашалаңыздар.
Бұл Lexus RX 330-ды егесі 1 жыл бұрын 5 миллион теңге сатып алған. 14 жыл болған машинаның жағдайын ішінен қарайық енді. Әрине, барлығы бір керемет деп айта алмаймын, бірақ өзінің қатарластарымен салыстырғанда, осы категориядағы машиналармен салыстырғанда жағдайы әлдеқайда жақсы. Комплектациясы базовый комплектация, американец 2005 жылғы әлге дейін кожасы жақсы сақталған. Енді әрине, кейбір әр адам әртүрлі айдайды, кейбіреулері қатты машинаны тоздырбай дейді, кейбіреулері жақсы ұқыптай дейді. Соған байланысты машинаның жағдайы көріне береді. Егер сіздер байқайтын болсаңыздар, жағдайы нашар, көп тоздырылған машиналардың осындай рөлдерін ұстайтын болған кезде кожалары осындай шаршаған, царапиналары бар, осындай ағаштары ойқұс сияқты бір ескірген кейіп танытады. Бұл машинада енді жағдайы бір керемет болса да жақсы. Бұл люкс санатта кроссовер болғандықтан көптеген жақсы нелер бар, мына рөлдер. Өзі шығады, автомат түрде өзі жадына сақтап болады. Отыратын жерде де, мысалы, түсіретін плавный сиденье деген сияқты, артқа алдыға деген сияқты көптеген адамның комфортына, жайлығына керемет сезім тудыратын көптеген нюанстары, көптеген функциялары бар. Ішкі жағдайы жақсы сақталған. Мына жерде бір қол қоятын қол қойғышы да, мына жерге бір стаканчиктерде, ыдыс салғышы да дегендей. Енді 2005 жылғы машина үшін мынандай комфорт өте жақсы деп ойлаймын. Көлікті қазір кедір-бұдыр осындай ойық жерлермен көріп отырық. Жалпы, егер ходовкасы жақсы жасалған машина болса, анша-мұнша кедір-бұдыр жолды сезбейді. Бір жақсы жері осы комфорттың не үшін комфорт екені осындай жолда жүрген кезде анық білінеді. Өзінің V6 моторына қарап, 3 объемына қарай, ол өте жақсы тартады. Жалпы көліктің салмағы 2 тонна болғанына қарамастан, бұны шығарушылар айтады, 8 секундта 100 км/сағатқа дейін баруға болады. Кәне басып көрейік, қаншалықты тартады. Леха! Ана жақта камералар бар емес пе? Қазір пока камера жоқ. Жалпы тарысы міне 4, 7, 8 жүзге келдік. Жаман емес. 2005 жылғы машина 14 жыл болған машинаға қалай? Супер. Мысалы, қорабы 5 адымды өте қолайлы, әрине өз уақытында ауыстырып тұратын болсаңыз, бұлай айтқанда сіздің мазаңызды көп ала бермейтін қораптардың қатарына жатады. Бұл автокөлік өзін құрметтейтін, өзін бағалайтын люкс санаттағы автокөліктердің қатарына жатқандықтан, бұның әрбір деталі, әрбір сәттері, әрбір қойылған элементтері алдын ала адамның ыңғайына қарап ойластырылған. Мен қазір артында отырмын, өзім отырған жерде кең, еркін, емін-еркін. Мына жерде қол қойғышы да бар. Ұзақ сапарға шығатын болсаңыз, шалқып отырасыз. Мысалы, қатты ұйықтағыңыз келсе, мына артындағы алдыға көтересіз, артқа көтересіз. Мына жердегісін көтерсеңіз болады алдыға, артқа ыңғайлы етіп. Жалпы айтқанда ұзақ сапарға да ыңғайлы көліктердің қатарына. Болды. Жоғарыда айтып өттім ғой, бұл көліктің дизайны өте керемет ойластырылған. Артқы шанағынан қарайтын болсақ, мысалы автомат түрде, мысалы, артқы есігін ашсақ та болады. Бұл да өз кезегінде бір комфорт, өзінше элегант. Артына кіретін болсақ, арты кең, біраз заттарыңызды салып, тауға кетіп қалсаңыз болады, бауға кетіп қалсаңыз болады, ауылға кетіп қалсаңыз болады, семьяларыңызбен демалсаңыздар болады. Тауға шығатын кезде мынандай скейтборд алып, ары қарай кетіп қалсаңыз болады. Жалпы жаман емес. Мынау тетік арқылы бүйтіп жабасың, өзі жабыла береді екен. Бұл шанақтың европалықтарға 3 объеммен шықса, ал америкалықтарға 3/3 объеммен шыққан моторы V6 V-образный машинаны мақтай берді деп ойлап жатқан шығарсыздар. Бұл машинада минустар бар. Жалпы бұл машинаны айдаған адамдардан еститін болсақ, жалпы ана радиаторында көбінесе қыстың күні антифриз ағып кетеді, немесе қызып кетеді. Сондай жағдайлары бар. Так, машинаның ходовой жағынан айтатын болсақ, негізі ходовойы өте шыдамды. Егер барлық ходовойын ауыстыратын болсаңыз, сізге кемінде 100-150 мың километр жүріп беру тиіс.
Әрине ходовкасынан да кішкене тезірек кететін бір жерлері бар. Жалпы 80-100 мың километр жүргеннен кейін бұның ходовойынан көбінесе кететіндері тоқтатқыш дисктері, стабилизатордың втулкасы және кардандары кетеді екен. Жалпы достар, қорытындылай келе 5 миллион 5,5 миллионға сіз осындай проблемный машина алуыңыз мүмкін. Айттым ғой жаңа, ходовкасынан проблемасы бар, радиаторынан проблемасы бар. Соның бәрін шешуді ойлаған кезде біз сізге бір проблема көрді мүмкін. Бірақ сіз ұсақ түйек бір проблемалардан қашатын болсаңыз, сізге бұндай санаттағы кроссовер жолықпайды. Байқап отырсыздар ма? Мен сіздерге бұл машинаны бір алсын деп шақырып жатқан жоқпын. Сіз айтуыңыз мүмкін, 5,5 миллионға мен бір 2015 жылғы бір машина аламын ғой. Мына мен алсам бір 15 жыл болған машина бір жолда қалып кететін шығармын деп. Қалып кетуіңіз мүмкін. Шешімді өздеріңіз шығарасыздар, достар. Сіздермен бірге болған мен Данияр Сұлтан. Келесі бір керемет көліктерде жолыққанша аман есен болайық. Ассалаумағалейкум. Колод, нет, дисклері.